Сәлем достары, кеше ғана Ресейдің Камчаткасындағы Шивелуч жанартауы аяқ астынан оянып, аспанға биіктігі 6 шақырым болатын күл лақтырып, сол аймақтағы әуе кеңістігін толықтай өз бақылауына алғаны белгілі болды. Осыған байланысты біз бүгін сіздерге Камчатка жанартауларынан бөлек қазіргі таңдағы әлемдегі ең белсенді, ең қауіпті деген жанартаулардың төрттігін таныстыратын боламыз. Этна жанартауы Европадағы ең биік әрі ең қауіптісі болып саналады. Италия тарихында бұл жанартау бірнеше рет Сицилия тұрғындарына сес көрсеткені белгілі. Этна орташа есеппен алғанда әр 3 ай сайын бір рет лава шашып отырады. 2008 жылдың соңына қарай атқылаған лава 1 жылға жуық уақытқа созылды. Жанартаудың шың басында үнемі ояу жататын 4 бірдей кратер орналасқан. Жанартау атқылай бастаған кезде одан шыққан қалдықтар бірнеше шақырым биіктікке көтеріліп, кейін үлкен мөлшерде тау баурайына қонып, шлак болып қатып қалады. Оның зияны сол жердегі шлак басып қалған ауданда өсімдіктер қайтадан өсіп шығуына 50 жылдай уақыт керек екен. Сондықтан Этна бөктерінде өсімдіктер әр жерден аз мөлшерде өседі. Мерапи, Индонезия. Бұл жанартау әлемдегі ең қауіпті табиғи объекті болып саналады. Аяқ астынан атылып, белсенді түрде лава шашатын баурайында тұратын халық арасындағы бірнеше адамның өліміне себепші. Мысалы, аталған жанартау кесірінен 2006 жылы 5000 адам қаза тапса, 2000-нан аса адамы жан күйзесіз қалды. Ал 2010 жылы жанартау қайта оянып, алайда жергілікті билік тұрғындардың көпшілігін қауіпсіз жерге көшіріп үлгергендігі себепті үлкен көлемдегі адам шығынына алып келген жоқ. Туристерді жанартаудан бөлек оның баурайындағы керемет стильде салынған тарихи ғибадатханалар мен әртүрлі ежелгі құрылыс нысандары қызықтырады. Бұл жанартау 9 миллион тұрғыны бар Мексика астанасы Мехикодан бар болғаны 70 шақырым жерде орналасқан. Бұл жанартау Мексикадағы ең үлкен жанартаулардың ішіндегі ең қауіптісі болып саналады. 2000 жылы осы жанартаудың аяқ асты ойнауы 10 мыңдаған адамның басқа аймаққа көшуі мен мұздықтардың жаппай еріп кетуіне алып келді. Науатл тілінен аударғанда Попокатепетл сөзі тұтанған тау дегенді білдіреді. Алайда кейін Оттотау өзенінің әлі де қуаты сарқылмағанын сан мәрте көрсетіп, халық арасында тараған жоғарыдағы әңгіменің жалғандығын дәлелдеді. Дегенмен оның баурайына шоғырланған халықтың жанартауға деген құрметі шексіз. Себебі ондағы топырақ құнарлығы аса жоғарғы саналғандықтан ол жерде халық тұрмысында қолданылатын май жүгерінің бір түрі өсімдіктерінің алқап жайқалып тұрады. Попокательде туризмнен бөлек альпинизм де жақсы дамыған. Сьерра Негра. Бұл белсенді жанартау теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте орналасқан. Ал оның кратері 15 шақырымды құрап, өлшемі жағынан әлемдегі екінші аталады. Соңғы рет ең үлкен жарылыс 2005 жылы орын алды. Ол маңайындағы әдемі табиғат көрінісі, сондай-ақ жанартау кратеріне шығып, оның айналасында атпен қыдыру, ал баурайында ерекше өсімдіктер мен жануарлармен әлемнен танысу, жыл сайын ағылып келетін туристердің өз көздерімен көргісі келетін басты мақсаттары. Ал достары, сіздерге бұл видео лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал сіздер біздің видеомызды өткізіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.